Сәлем, бүгін жарты сағатта үй жағдайында жасалынатын өте дәмді және жұмсақ торт жасаймыз. Бізге ұн, сгущенка, жұмыртқа, сода және қопсытқыш қажет. Ең алдымен сгущенкамызды ыдысымызға құйып аламыз. Кейін үстінен жұмыртқамызды жарып, жақсылап миксерлейміз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін содамызды уксуспен сөндіріп, массамызға құямыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Кейін илегіштен өткізіп, барлығын біртіндеп миксерлейміз. Пергаментімізді төсеп алып, қамырымыздың жартысын құямыз, қалғанын алып қаламыз. Духовкада 10-15 минутта дайын болады. Оған дейін кремімізді дайындаймыз. Клейгейімізді, сгущенкамызды, ірімшігімізді салып, жоғарғы жылдамдықпен миксерлейміз. Көп миксерлемеңіздер, өйткені ол іріп кетуі мүмкін. Креміміз дайын болғаннан кейін корждың үстіне жақсылап жағып шығыңыздар. Креміңізді аямаңыз. Бисквит өзіне қарай жақсылап сіңіреді. Сіңіргеннен кейін өте жұмсақ және нәзік болып шығады. Екінші коржымызды үстіне қойып, барлық жағына жақсылап жағып шығыңыздар. Тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қойыңыздар. Кейін өзіңіз қалағаныңызша әсемдесеңіз болады. Тортымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Ұнаса лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар.